Бүкіл еңбек кетті ғой. Қаншама еңбек, қаншама тер, кейде аспан, кейде жер, кейде айға, кейде жұлдызға, есіме алып бәрін тарқатамын шер. Бұл ар жағында мынау заправканың артында бөшке бар емес па? Мына жерде осы мына забор сол кезде де тұрды ма? Жоқ, бұл бұрын бар ғой. Қандай забор болды? Жақында пайдаланды ғой, жақында істеді ғой. Мына реконструкция жасағаннан кейін істеліп жатыр мұның барлығы. Енді айтып берсеңізші қалай болды енді арғы? Енді былай болған. Мынау енді заправканың қасындағы біздің мекеме. Сол мынау нені ішке дүниеге реконструкция жасамақшы болған ғой бұлар. Иә. Сол кездерде жаңағы дәнекерлеуші жалдаған. Ол дәнекерлеуші оказывается сол өздерінің кісілері ғой енді не болған. Резервуарды жаңағы істейміз деп жатқан кезде тигізіп алған ғой. Жаңағы нені отты. Сөйтіп ана жердегі емкістер жарылған. Дүмпу болған. Қауіпсіздік шараларын жасамаған ғой. Бар кеткен кезде ішіндегі бір газға ма неге от тиіпті ғой. Иә, енді бензиннің бөшкісіне не тигеннен кейін не болады ол? Сосын сол дүмпудің арқасында мына жердегі айналадағы елді мекендер, мынау детсад, мына арғы беттегі не жаңағыдай тойхана, сосын біздің ішкі құрылыстағы мекемелердің барлық терезесі келіп қалды. Оны енді ешкім жаңағыдай нақтылаған жоқ, бірақ негізінде ана дүмпудің күштілігін айтам да. Енді 10 тонналық 2 бөшке жарылды ғой. Ақпанның 28 күні біз өтеп береміз деген. Ол өтеп берген ақшасы да несі де болмады. Сонымен одан кейін бар жаңағы бізді сотқа берді, что мына құрылысыңыздың документ дұрыс емес екен деп. Оны зерттеп, бүкіл сот арқылы оң шешімін тауып, сот дұрыс шешім шығарды. Тұра тұрыңызшы. Әуелі олар мойындайды, өздерінен деп. Медиацияға отырады. Содан кейін сіздер айтасыздар, мына сотқа ары қарай енді азаматтық іс болмайды ғой деп жүрсеңіздер, сізге соттан звондайды. Сіз ақшаңызды күтіп жүрсеңіз, сізге соттан звондайды ғой, кел деп. Сөйтіп айтады, сіздің ғимаратыңыз заңсыз салынған екен, мына АЗС-ке жақын орналасқан, снепке сәйкес емес. Сондықтан сіз мына заңсыз болғаннан кейін сіздің жаңағы мына талаптарыңыздың бәрі заңсыз. Мына сосын өзіңіз ғимаратыңызды бұзуыңыз керек, алып кетуіңіз керек. Сондай шешім шығарып береді ғой. Дәл сондай жоқ, талап қояды олар. Солар талап қояды, шешім шығарайын деп тұр. Сосын сотқа бардық қой. Сот барлық нені қағидаларды көріп, жаңағы қағаздардың бәрін ашып көріп дағы. Бұл жерде 1994 жылы соттың өзі қараған жоқ. Оған сіздер документтерді бердіңіздер. Енді барлық архивтен көтеріп, мынау БТИ архивінде барлығы сақталады екен. Солардың барлығын көтеріп апарып бердік. Сонда мына 94 жылы салынған ғимарат, мынау кейіннен салынды. Бұл 2003-те салынған екен. 2003-те. Сол кезде заң бұзушылық болған. Арада 6 метр жерге олар не салған. Керісінше олардікі заңсыз. Олардікі заңсыз. Оны біз заңсыз мен талап беріп отқан жоқсыз. Талап беріп отқан жоқпыз. Біз қандай неміз жоқ. Көршіміз бір жай құдай көрші. Әйтеуір татып отырғанымыз жақсы. Бірақ заң несіне келген кезде олар кейін салынғандағы заңды сол кезде өрескел бұзылған. Осы болысымен ғана бәрін тексерді ғой, бәріміз тексерді, жаңағы неғылда тергеді ғой. Сол кезде видео жауап алған кезде олардың видео жауаптары бар, жаңағы сварщиктің де, жаңағы заправщиктің де, кімнің де барлық бастығының да. Содан кейін олар жаңағыдай ешқандай тергеуге келмей қойған. Жоқ, тұра тұрыңызшы. Сол жауабы қандай болған сол кездегі? Не деген? Ол кезде мойындаған ғой енді жағдай осындай. Келісіммен сваркіленген деп. Енді ол. Жоқ, кейіннен қазір келіспей өзі кіріп кетіп сваркіледі деген. Ал қазіргі жағдайды енді ұзынқұлақтан естіп тұрмыз енді ол. Осындай өзі кіріп кеткендағы сварканы тигізіп алған. Өрт болғаннан кейін жаңағыдай медиацияға отырдық қой. Медиацияны олар береміз дегеннен кейін дереу барып енді мынаны тезірек іске қосу керек қой. Сол барып кредит оформить еттік дағы енді. Сөйтіп мына жерді қайттан жөндеу жұмыстарын жүргізіп қалпына келтірдік. Енді сөйтіп қазіргі жағдайда шамалы жаңа спорт бөлімін ашқанбыз. Арендаға алған балдар. Сонымен жұмыс істеп жатыр.
Енді burada основной жаңағыдай не қылған ущерб болған, яғни қанат бауырым мінекей өзі айтсын егер неғып жатса. Қанат шет жағасын айтып жіберші, сен бұл жерде не жасап жатыр едің? Ассалаумағалейкум. Мен бұл жерде, яғни келіншегім Жансаяның ИП Жансая деп ашып, банк центр кредиттен 33 миллион кредит алып, компьютердің клубын ашқан. Яғни өзім жастайынан компьютер біліп, неге қағасын, компьютерный клуб астында осы жерге 30 компьютер алып кеп қойғам. Мына жерде 20 компьютер, ар жағында VIP 5, мына жерде VIP 5 компьютер клубы болды. Бір жылдай жұмыс жасадым, шүкір берекелі табыс тауып отқан көзім еді. Қазіргі уақытта 1,5 жыл болды. Әділдік жоқ, мынау. Тергеу деген қашан бітеді түсінбейміз өзі. Қанша шығын жатыр. Осы жаңағы ЧС-тің өзінің алып кеп берген несі сараптамасы бойынша 29 миллион 600 мың шығын шығарып берген. Қазіргі уақытта 1 теңге берген жоқ қой бізге. Жоқ, мен үш бала шағам бар. Сенмен медиацияға отырып, Менде медиацияға отырды. 29 миллион 600 мыңды 3 айда, яғни 2025 жылдың майында қайтарып береміз деген. Қайтарып беру керек еді, иә? Одан кейін бір тиын берген жоқ. Келісіп жүрген адвокаты да жоқ. Яғни онда жұмыстан шығарып жүрген ба сондай несі бар. Өйткені ол адвокат та телефон алмайды. Жоқ, бірақ енді ол медиация жасалса, ол заңды күшінде болады ғой. Иә? Сенім хатпен, заңды сенім хатпен келген. Енді сенде оны кредитке алғансың. Банкіде сосын саған каникул берді ме осы жағдайға байланысты? Осы жағдайға байланысты біз әкімге кірдік, неге кірдік, солардан қолдау хаты алып, 6 ай ма 7 ай ғана каникул берді. Қазіргі уақытта бізге күніне, енді шын айтсам 40, өтірік айтсам 100 рет звондайды ғой, кредит төледі. Өзі қазір бізде каникулда жоқ, не жоқ, процент деген жүріп жатқан шығар енді ішіне. Біз қағазын бәрін апарып өткіздік, бірақ төлеу керек дегенде да олар күте алмаймыз деген сияқтан айтады ғой. Енді сенің сұрайтының қазір не ма? Мен сұрайтыным әділдік, бізге ақшаны қайтарып берсе, тергеуді тезірек бітірсе, 1,5 жыл болды осы. Енді қазір сен талап ететінің мына бірінші компьютердік шығыны бар. Енді одан кейін тағы сен одан кейін 1,5 жыл болды жұмыс жасаматқанға. Негізі айтқам, баста келісіп, құдайдың ісі ғой деп, бәріміз адамыз ғой, ақшам ғана берсе, тек компьютердің ғана шығысын берсе болды деп баста айтқам. Енді қазіргі уақытта мен осы 1,5 жылдан бері қанша табыс жоғалттым ғой. Табысың бар, сен кредитім бар, төленетін, пайызы бар үстіндегі. Соның бәрін өндіріп алғым келеді, мен қазір талабым сол. Енді ол үшін жаңағы МЧС болсын, ровд болсын, саған бір сотқа апарып шешім шығару керек. Кінәлін тауып беріп, енді олар ойға сыймайтын нәрсе айтады да, охраняемый территорияға келіп, өзімен өзі жұмыс істеп өртеп кету деген. Ол терроризм ғой. Кішкене 10 класстың баласы да сенбейді ғой әңгімеге. Біреудің территориясына кіріп, өртеп кету резервуарын сваркілеу деген. Соны МЧС-те жаңағы Беркінбаев Рүстем деген кісі қайта-қайта келіп тергеп жатыр. Осындай телефонның жаңағы сварщикпен заправканың егесінің арасындағы телефонмен сөйлескендерін де басып алдық. Сонымен дәлелдедік деп қайта-қайта келіп сендіріп жүрді да, сонымен енді қазір 1,5 жыл болды. Дым не жоқ, неге 4-ші рет қайттан ровдға беріп жатыр. Ол ровды тергемейміз деп жатыр, өткен барлық сұрау өтіп кеткен да бұның. Қаншалықты. Бұндай бассыздық кім шешеді, өзі түсінбедік қой мынау. Осы қанаттардың ісі бойынша бір кішкене шолу жасап жіберсеңіз, қысқаша. Енді қанаттың заң негізіндегі жұбайы Жансая ханым Бақытқызы кәсіпкер ғой енді. Кешегі өрт алған төтенше жағдай болған оқиға бойынша ол жәбірленуші болып табылған қылмыстық іс бойынша. Енді бәріңіз біліп отқан шығарсыздар, былтыр емес 2024 жылы 14-ші қараша күні болған оқиға. Жарылыс болған. Бұндай жарылыс Шел ауданының көлемінде бұрын соңды болмаған. Есімде жоқ. Енді ол жерде бүкіл құзырлы органдар бар да, аудан әкімінен бастап, прокуратура, полиция бәрі. Енді адамдарды эвакуация жасап өткен қанша деген қауіп қой енді. Енді осы бойынша шығын келген төтенше жағдайлар департамент дейміз ғой, Қызылорда облысы бойынша іс қозғаған қылмыстық іс. 292-ші бап бар қылмыстық кодексте. Сөйтіп тергеді, жәбірленуші деп таныды, келген шығынды анықтады, сараптама тағайындады.
енді сәйкесінше жәбірленуші болғаннан кейін оның құқықтары сақталу керек. Тағы ешқандай осы уақытқа дейін қазір өздеріңіз біліп отырсыздар, ешқандай тергеу амалдары нақты жүрмеді. 7 ай бойы МЧС тергеп келді да, оның соңында Шилі аудандық полиция бөліміне қылмыстық кодексінің 281 бабы бар, соған байланысты қайта саралап сотқа жолдады. Енді Шилі аудандық полиция бөлімінің өндірісінде болғанның өзінде қазір 6 ай болды, ешқандай тергеу амалдары жүргізілмей жатыр. Сәйкесінше біз жәбірленушінің құқын қорғау үшін прокуратура органдары бар, бас прокуратура бар, ол прокуратура бар, барлық жерге хаттар жаздық. Міндетті түрде заңның талаптарына сәйкес. Неге істелмей жатыр, неге жауапкершілікке тартылмай жатыр, неге залал өнбей жатыр, бұлардың кредиттері күннен сайын өсіп жатыр, өздеріңізге белгілі. Осы жерде жасайсыз ба аға? Мына Дос болды атқа көшесінде 32 деген. Сол жерде бір былтырма жарылыс болған ғой, жанармай бекетінде. Сол жанармай бекетпен мынау осы екеуі бәрі бір мекеменікі ма? Біреудікі, мекеменің аты қандай бұның? Анау ғой, анау. Берекелі Ақ Отау ғой. Бұл іс біздің назарымызда болады. Әділдік үшін әрқашан атсалысатын боламыз.